Somebody once told me. Давай. Болды. Давай. Запись идет. Алло, долбимый лед, но не замерзаем. Это экстренное включение пазларына сынады. Так, достар, осындай видеоны мен өзім көрген емеспін, ондайды естіген де емеспін, когда видео аяғынан басталады. Былай ғой, бұл видеоның басы, иә? Қазір видеоның басы, бірақ та бұл видеоның ең соңы. Видеоның емес енді, елді шатастырмасашы. Бұл қазір біздің саяхаттың соңы. Шамамен бір 5 сағаттан кейін біз аэропортқа барамыз, үйге қайтамыз. Саяхаттың соңы, бірақ видеоның басы. Сапарымыз ұзақ болғандықтан видеоны осылай дұрыс отырып түсіру бізге мүмкіндігіміз емес, мүмкіндік болды ғой, бірақ дегенмен 2,5 жылда бұл бірінші отпуск бізде. Бізге де демалуға болады ғой. Осы керуенді түсіріп жатқан кезде бір нәрсе есіме түсті. Мен бүкіл 2 жыл бойы осылай жүргеннен басқа мен өмірімді объективтен көріп жүрмін. Қой, мен осы сапарда кішкене демалайын деп, соны өзіне камерамен бетіп жүрді. Короче, достар, мен видео Алматыдан басталды. Біз Алматыдан шықтық, ұшаққа отырдық. Бізбен бірге қазақша вайнерлер болды. Бәріміз бір самолетке отырдық. Одан Джокерс, Назим Мисанов болды. Алишер, Ғабит, Ахон, Диляра, тағы да, одан кейін тағы вайнер қазақ жігіттер шықты. Кейін Нұр-Сұлтан қаласына келгеннен кейін орналастырды бізді номерлерге. Астананың отеліне келдік. Енді қазір өзіміздің бізге жеке берілген номерге барамыз. Неше? 11.03, 11.04, 14.08 болмасы болды ғой. Пандедегі сияқты ма? Істемейді. Болмай шығар оны. Так, міне біз енді Нұр-Сұлтандағы өзіміздің номерімізге кірдік. Алмаз, қайдасың? Тапшаки болар. Здесь у нас балконище, Нұр-Сұлтан қаласы. Не керек саған, ей камера, не керек саған, не істеп жатсың? Өлшіп жатыр. Тұршы мен көрейін өз весімді. 54,7, 56 болған едім. Веш у него өтті, давай теперь. Так-то один прогиб и ты погиб қой. Бүгін Астанадамыз, ертең Оралға шығамыз. Орал кошмар болайын деп тұр, достар. Ужас, достар. Себебі мен жолға шыдамаймын, анандай болады ғой. Жүрегі айнып құсатым бар емес па? Ауру. Короче, ташнаутиктер түсінеді ғой. Оралға 1801 бәле километрді автобуста барамыз. Жарайды енді. Ал міне Алмаз 95 жыл екен, сенбейтіндерге достар, міне Алмаздың куәлігі қараңдар. 20 желтоқсан 1995 жыл. Міне Алмаз. Міне Алмаз. 15 жастамын. Ой. Кетті. Романтик в туалеті. Дәл сол күні біз Астанада бір университетте, Кютлокста бізде дискуссия болды. Қатысушылардың саны 700 адамнан асты ғой дейме? 7 бағыттағы. Кім қайда отырады? Қанша адам қазір? Барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Джокерс командасының мүшесі, вайнер, блогер, жастар керуенінің бренд амбассадоры Жансерік Қырымбаев, вайнер Назим Мисанов
тыйын оқырман жинаған. YouTube'да 700 мыңнан астам оқырмандары бар. Барлық мүшесі Али Дауылхан. Короче, қазір Алинің сахнада болған Айтқан сөздерім кішігірім көрсетеміз. Қазақстанда YouTube дами бастады. Ең басында қазақ тілінде тек серый контент деген болды. Ол Перезалив. Түрлі көп рекламодательдер кіріп жатыр, түрлі агентство. Адил және Алмас Тұрғыз. Айтпақшы, Оралға баратындар бар ма бұл залда? Одан кейін Рай мен Артурдың концерті болды, оған біз Рай мен Артурмен танысқымыз келген, болмай қалды. Назим айтқан сендерді таныстырам деді. Біз болсақ номерде жайғасып, тамақ ішіп отырмыз. Сағат 9 қашан болады екен. Мен есімнен шығып кетті ол. 9-да басталады, біз 9 мың отырып шығып кету керекпіз деп. Енді міне жаяу бара жатырмыз. Астанада біз бірінші ретпіз. Сол себептен прогулка бізге даже менің ойымша кішкене бір полезный болатын шығар, иә? Жастар криминал. Негізі былай айтайын, менің ойымша бір алаң қалау болды ғой деймін осы жолы. Өйткені мысалы вип-зонаға емес, көрермендердің зонасына кіріп кеттік қой. Сол адамдардың арасында жүрдік, нені талпаның арасында билеп. Зрительский сектордан қарадық, барлығы жақсы болды, барлығы керемет болды. Рай мен Артур көріп отырсаңдар, лайк басыңдар деп қойсын. Концерт бітті. Біз енді отельге қайтып бара жатырмыз. Түнгі сағат 12 болды, жаңа жеттік. Просто түрімізге қараңыз. Шаршағаныз кейін. Алмаз мына жерде телевизор көріп отыр екен. Қалайсың, Алмаз? Күшті. Сендер қайсың? Керуендік бір күніміз аяқталып бара жатыр. Қазір біз Оралға аттанайын деп жатырмыз. Алдында отырып алғансың ғой. Алмаз, рулің қайда жоқ болып кетті? Еще раз сделай. Жастар керуені 2019. Нұрсұлтан, Батыс Қазақстан облысы көңіл-күй қалай? Ескі әннің ырғағымен жан әнімді бастайын мен 90-шы жылдары гитарасын қолғалы Басқасын қайдан біз Оралға ақыры жеттік әйтеуір. Нас классно встретили, ребята. Қымыз құмғанай, отта тұрғанай, айналайын көзіңден ашып жұмғанай. Жекжаттарым-ай, ауылыма құлақ боп кеп жатқанымдай. Енді Оралдың отеліне келдік. Шаршадың ба, Алмас? Мә, достар, 2 күн, 2 жесткий күн өтті. Ән айттық, бізді домбырамен қарсы алды. Кех деймін. Ес! Ой, достар! Енді қазір зарядтау болады барлығын, Зарядка қоятын зат көп негізі бар ғой. Ояндық. Good morning, good morning. It's great. Али. Али. Мне чуть-чуть теста оставить, хорошо? Али. Біз уже друг қойдық. Нет такого. У меня нет такого ощущения. Какого ощущения у тебя нет? Ну, который ты сейчас видел в телеке. В телеке видел? Что Ну, я в видел? телеке видел. Адль, Башки, снимай, пожалуйста. Али. Хайрлықтан.
таңғы ас ішуге кетіп бара жатырмыз. Қалайсың, Ғабит? Алдық. Сосиска. Еске түсірейік та, Ғабит. Алма сен уже бітіріп тастапсың ғой. Алишер, қайсың? Рахат деген қонақ үйде қонғанбыз, 5-ші этажда. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Алейкум ассалам. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Алишер Қонысбаев. Давайте, друзья, подписывайтесь на меня. Мынау отырысына қара. Жігіттер вайндарды осылай түсіреді екен. Қыздар андайды қою керек қой, камерасы там. Былай. Бір қызға бар, бір сұрақ қойыңызшы мен. Сен ба? Иә. Қай жақта? Любой бір қызға бар, сұрақ қойыңыз. Не сұрақ қойсам болады айтшы? Давайте, орысша сұрайшы. Как вам настроение? Осы бірге қалай келгеніңізді айтып кетсеңіз. Жауап бересіз. Сен айтшы. Қалай келдің? Сіз осы өмірге қалай келдіңіз? Толып келді. Қалай өз күшіңізбен ба или? Брат, сен қойшы арғай сұрақ. Жақындасайық, қашып бара жатсың ғой. То есть ойлап жауап, не по жауап айтыңдар. Қалайсыз? Қалай демалдыңдар? Көрермендерге бірдеңке айтып жіберсеңіз. Жастар керуені Батыс Қазақстан облысындамыз. Бүгін былайынша айтқанда бәрі демалып алғаннан кейінгі бірінші күн. Бәрі керемет болады насипов. Жақсы, сенеміз. Орнымыздан айырылдық қой, ой. Чай турат, короче, разный вид. С лимоном, без лимона, черный, сладкий, любой аласың. Йогурт турат, кәдімгідей нормальный такой. Сосын сосискалар турат, сгущенка, молоко, понимаешь, да? Бізде зато соның бәрі бізде жоқ. Не штатив, но... Полоска неспроста. Сен мына мағынасын білесің ба? Скрытый мағына ғой. Баға кірсе мынау. Учиха Мадараның шаринганы ғой. Мадараның өзі. Белый Z сулар бұрынғы кездері My Little Pony'ді салған ғой. Барды шықшықпен. Міне. Арнайы оқу орында қазір мен өнер шарт Бағасын кәдімгі тестік. Ордендер менде тұрған сияқты ғой. Отражениеді қараса. Одан стористе жетсің ба? Істейді, что интересно жетір. Азын ТВ. Ең бірінші музейға барғаннан кейін біз база отдыхаға бардық. Ол жерде керемет бол үшін барлығы өте жақсы ұнады. Не деймін енді? Ештеңке демей ақ қой, брат. Бір видео керемет түсірдік, өте керемет, барлықтармен бірге түсірдік. Кішігірім фрагменттерді қазір сіздерге көрсетемін. Игра простая. Все хорошие игры простые. Ждете пощады. Играйте по правилам. Есть следы на теле жертвы. Фрагмент пазла. Игра обрела новый облик. Все, что я сделал, было прелюдией к финалу. Those people are so ungrateful to be alive. Міне достар, дәл сол видеоны жеке қылып көргіңіз келсе, осы видеоны астында көп лайк жинаңыз, өте көп лайк жинаңыз. Әдемі пікірлер жазыңыз. Сонда сол видео тез арада шығады. Жақсы комментарий, еліміз жайлы, жеріміз жайлы, пазл жайлы, барлық достарымыз жайлы, короче, жаза беріңіз комментарий. Керуеніміздің 3-ші күні болып жатыр. Қазір таңғы 5, біз автобуспен міне автобус. Қазірше білмейміз қайда бара жатқанымызды. Әйтеуір Бөкей деген бір жер. Бөкей ордасына барамыз дедік, жарайды барамыз дедік. Бірақ біз білген жоқпыз қалай алыс екенін, мә достар. 500 километр анда, артқа 500 километр. Осы сапарда біз Қазақстанның жері қаншалықты үлкен екенін өз көзімізбен көрдік. Өзін төменге шын айтайын сездік, дөг етіп. Арт жағымыз квадратный болып қалды. Қош келдіңіз дейміз. Қазір сіздердің тұрғаныңыз осы орталық бөлігінде хан Жәңгір ханның отбасымен тұрған бөлігінде
отырсыздар. Соның ішінде сіздер қазір Фатима ханымның бөлмесінде тұрсыздар. Фатима ханым бұл Жаңгір ханның жалпы негізінен 4 әйелі болған. Соның ішінде осы татар ұлтынан алған 3-ші әйелі. Мына жерде енді Фатима ханымның кіші 6-ші түрмеде келген екен. Сіздердің тұрған жерлеріңіз міне. Осы жерде тұрсыздар қазір территория бойынша. Сіздер қазір Жаңгір ханымның тұрсыздар. Жаңгір Бөкейұлы жалпы 1824 жылы осы Бөкей хандық әкесінен қалған мұрагерлігі бойынша, мұрагерлік жол бойынша 1823-24 жылдары осы Бөкей хандығының ханы болып тағайындалған болған. Бұл жерде не бар? Өзі Жаңгір ханның өзі қолданған зат. Жаңгір ханның қазақты екенін болғанда деген шапады. Енді кезінде Жаңгірдің өзінің бөлмесі, осындай қонақ бөлмесі кең жарық, айналар болған кезінде мұнда Жаңгір хан, Ибн Бөкей хан деп араша жазылған. Жаңгір ханның өзі негізінен қару-жарақтарға ерекше көңіл бөлген, өзі сол қару-жарақтың коллекцияларын жинақтап, өзінен келген қонақтарға осылай түсіндіріп, қолдап көрсеткен екен. Тұрсай, қасына скриншот істеп аласың. Да? Да. Қалай болса? Өзімді типа фотоға түскенсің. Ашып көрсем ойын? Қазақпыз ғой, стап көріңдер қой ескейіп. Екінші қабаты, міне көрдіңіз, екінші қабатын көрсеттіңіз, иә? Жалпы Жаңгір хан үйінде 23 бөлме болған. Орталық бөлігінде 13 бөлмесі, шығыс жағы мен батыс жағында 5 бөлмесінде болған. Өзімді кішкене түсіріп қойдым. Қашет түскен жоқ болған. Қазақ жеріндегі ең бірінші фотоаппарат деп айтса да болады. Міне ең бірінші объектив. Көтер. Ішетіндер бар ма? Таза емес пе ішуге қойды ғой. Мына жерде біз ішіп жүрген. Ана ішпейміз ба? Нарда әуекелге көрейін. Сонша бір жерден келіп ішпеген. Іш, Әшейін тап-таза болып қалды. Қалай брат, қайт жесең? Кәдімгі су. Ойбай, әперген. Мен сізмейді. Бойы ұзын адамдар енді көмектессе. Жаңгір ханның саябағынан жұлынған алма. Ұрлама Бөкей хандығында ят болады. Есімі Саят болады, Алматыдан. Қайықта қойсын? Әуесіме оқиды. Көне заттардың барлығын көрдік. Енді көне дәретханаға барып алайық. Пазылға да бересің. Пазыл, басып сөйлесін. Біраз қайда жүрсіңдер? Сені іздедік қой біз. Маңғырч. Ну, не, қара жорға. Ну, более-менее. Алягай. Оу. Балонку жару. Не ол, балонка. Міне қара брат, міне былай қарасай. Бір күн өтті солай бізде. Келесі күн бізде ары қарай тағы да 300 километр осылай басталды деп. Бесконечный болып көрінетін жолда бітті әйтеуір. Шаршап, ыстық күннің ыстығында и Орал деген жазуды көрген кезде достар, кайф бір өзінің бір туған ауылына келген деген. Орал. Амас Оралға әлі ораласың ба енді? Оралса болады негізі. Қалайсың? Пазыл жігіттері сіздерге көп рахмет, осындай керемет жерге жатсыңдар, Оралға. Пазылға жазыл. Қалайсың? Зор. Мына жақта не болып жатыр? Несін жатсың? Шаршап тұр. Қазір торжественный ужин болады дейді. Қайттан борщ пен күріш береді. Ура! Борщ пен күріш қайттан дейсің бе? Торжественный болады бірақ та бүгін. Үйген араластырып істеп Әнемен көп көрмеңдер. Қарайып базыр етіп. Так. Алла жары болсын. Бір рет түсіресің бе? Бәріміз тұрып. Немене түсіреміз, немене түсіреміз? Съемка болып жатыр. Ана жер. Кел. Запись басылып тұр ғой, а? Жақын тұр ғой, Орал деген көрініп тұр. Отырсаңдаршы. Жоқ, ол нені... Или бір-біреуін түсіршаймын ба? Жоқ, ол кісілер сондай өздерінің лайфхактарын істейді, короче, бізде түсінбейміз, ол өздері түсінеді, оны шын Лизавит, Жеті күндік сапарымыз біздің осы аяқталып бара жатыр. Осы 7 күн ішінде осы аптада бізбен бірге болған ол Алишер. Құрметті достар, Пазылдың жігіттеріне үлкен рахмет, өте ақ көңіл, бәрі қарапайым жігіттер.
Үшеу екен өздері. Үшеуі де еркек. Берміз. Осы күштіктер танысқан жоқ қалыштың. Демалыс өте күшті өтіп жатыр. Бізге жазылыңыздар, менің атым Ғабит, мынаның аты Әлішер. Менікі солай деді, мынаның Әлішер қонысып тұрасыз баларым. Или пазлың камерасын ұрлап кетті. Вообще біреуі ұнамайдылар ғой. Құрметті достар, енді болса мына видеоны салады, білемін ғой мен сол себепті мына жерде ссылка тұрады, ссылканы басамыздан, ішіне кіреміз дағаны тажалып жатса деген. Ойлаймын сіздер күліп жатсыздар, ішектеріңіз қайтыс болып кетті деп. Ғабит жаным деген комментарий жазып кетеді осындай. Осы Ғабит жаным айтты маған. Бізді автобусқа шығып жатыр, автобусқа барған жерде әңгіме етейік, сіздер әңгіме айтыңыздар. Не жоқ? Күтейік. Түрімізге мән бермеңіздер. Түріміз өзі бәрі сондай ғой. Негізінде бірақ көбінесе әдемілеу қылып көрсететін тұғымыз бұл просто амал жоқ. Короче, ана кәбі боқтайын дың деген қосыңдар. Боқтайын. Жанерке бірдеңке айтып тоже. Не айтсам болады? Пазлға жазыл деген. Пазлға жазыл. Осы күндері бізбен бірге саяхаттап, көптеген естеліктер қалдырғандарыңыз үшін үлкен алғысымды айтамын. Келесі жылы дәл осы уақытты демей ақ қояйын. Мүмкін Алматы, мүмкін Шығыс Қазақстан облысына түсеміз деген ойдамын. Бірақ Орал емес. Біздің өзіміздің приколымыз болып кетті, хотел деген. Міне достар, хотел тағы да, хотел везде. Қалды ма? Ой. Ол фигня, қара. Ё-мой. Достар, Бөкей ханданың құмы аяқ астынан шығып жатыр. Алмас сенгі қайда? Добивать етсек? Ничего себе қалып тастады. Так, достар, жуынып бәрін істеп алдық. Енді қазір торжественный ужин болады дейді, соған барамыз. Ал Азамат, көрермендерімізге айтып жіберсеңіз не болып жатқан қазір? Сәлем достар. Бүгін жастар керуені жобасы аясында Батыс Қазақстан өңіріне келген 100-ге жуық қатысушымыз Батыс Қазақстан өңірін толықтай аралап, қазір былайынша айтқанда торжественный ужинда отырмыз. Қазір кешкі ас ішіп, бір-бірімізден достығымызды ары қарай нығайтатын боламыз. Барлығына жоба ұнады деген ойдамын. Саған ұнады ма, брат? Иә, жақсы ұнады. Рахмет, үлкен рахмет. Сендерге рахмет. Что там, перезат? Прямойда отырсың ба? Иә. Привет всем. Бүгін соңғы күн. Сау болыңыздар. Келесі. Сау болыңдар деп бастадың ғой кадрды сразу. Өзі кетіпсің ғой? Басқандай болып кеттің Күндім ғой дей. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы, өзіңіз қалайсың? Привет. Пазлға жазыл. Қалайсыңдар қыздар? Бізде көңіл керемет. О, как настроение? Дем балыңдар ма, нормально? Қалайсыңдар қыздар? Что там, жігіттер, настроение қалай? Майкл, қалай? Бір-екі ауыз сөз айтып жіберсең. Так, ребят, всем привет, меня зовут Майкл Йосо. Я хотел бы поздравить с заключением проекта «Жастар керуена». Мы знакомились с всей историей Уральска и всего Казахстана. Мы видели такие моменты, которые нужно видеть и осознать. Почему? Потому что вся история Казахстана заключается в этом. Алишер, күш салып алсай. Астанада прикол шығып кеткен ғой. Біреу Кинг отель деген дейді. Мынау неме? Кинг хотел дей ма дейді. Содан кетіп қалған хотел деп. Бүгінгі кеш ұнап жатыр ма? Әлеуметтік желілерде көрсетіп жатқан Пазлдың жігіттері бар. Байнар жігіттеріміз бар. Алишердің Хотел! Сила! Хотел! Марш! Хотел! Хотел жігіттері қалай? Зың болды. Зың ба? Зың. Жақсы отырыс болды, жақсы отырыс болды. Әсіресе Пазлдың жігіттеріне рахмет. Дәл осындай көңіл күйде жүргеніміз осы кісілердің арқасы. Кеше күні ойындарыңыз мықты өтті. 90 адамды болмаса да бір адамды 10 мың теңге беріп алдақ қойдыңыздар. Пазл! Пазл!
басыңыздар. Лайк басыңыздар. Мына жерде подписаться бөліміңізге өтесіз. Өйткені біз көптеген достар таптық, көп жерлерге біліп, қасиетті жерлерге де бірге саяхат еттік. Фазыл жақсы. Фазылға жазылды. Сонымен қоса, жаңа осылай танысып отырғанымызға көп алғысым шексіз. Және де осылай жаңағы общение ұстап жүре берейік. Группадан шықпаңдар. Сол сіздер жақсы көремін. Полегче, пусть он длится бесконечно, нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел. Номерге келдік. Так, нормально күн өтті. Ай, иди к черту. Аллергия запарил болды. Күні бойы аллергия болды. Дым адамдармен сөйлесе алмай, дым нормально видео түсіре алмай. Тек қана мынауға мені спасать еткен бүгін. Құдай реклама болып кетпесін. А так өлейін деген адамымыз ғой. Орал, кешір, у меня на тебя аллергия. Міне одан кейін таң атты, біз Оралдан енді артқа қарай қайттық. Ятты. Ет с камерой. Достар, біз алаш саябағында. Қосыңыз ба? Бері қараш. Да, браттар. Менің очким кимеш ма? Пазлға жазыл деп айтайын ма, брат? Хотелскилер үйреніп қалған. Шолдым жеке тайм. Қыздар отырмайсың? Аман есен Абралан қалауымен Ақтөбеге жеттік. Бізде соңғы пункт Ақтөбе, достар. Нетсе деп ойлап отыр. Нені өмірде ылғи солай болады ғой. Тез оқуымды бітірейінші деп. Диплом алған кезде кішкене көңіл күйін түсіп, анандай жүрегін қимай, немесе мектеп бітірген кезде де енді тапсырғаннан кейін мектебінді қимай. Дәл солай біз осы біздің жобамызды шаршадық. Ана жол қашан бітеді, қашан бітеді, үйге барғым келеді дегенмен соның өзінде біз қатысушылармен қоштасқан кезде қимай, бір-бірімізді жібергіміз келмей, солай қоштастық, шынымды айтайын. Всем здравствуйте, это прощальное видео. Я заплачу. Ал, құрметті достар, барлықтарыңызбен танысқанымызға қуаныштымыз біз өте. Ұлдар қыздар сіздерге барлықтарына аман есен видеолеріне жетуге тілеймін. Бұл тез аралықта өтіп кеткен апта барлығымызға үлкен саяхат болды деп ойлаймын. Арасында қиын сәттер де болды, бірақ соның өзінде көңіл күйлі, өте бәрі көңіліміз көтеріңкі өтті. Барлықтарыңызға рахмет, танысқанымызға өте қуаныштымын мен. Ал енді достар, сау болыңыз. Хорошо, ребята. И последнее ключевое пазлға. Саяхаттың соңында осы барлығы пазл бөлшектері болып кетті ғой жерде. Жылы сезімді тудырады, сол жылы сезіммен осы видеоны аяқтайық. Сіздермен болған мағынадағы Алмас, мұрны бітелген аллергиясы бар Әділ. Просто Али. Міне достар, бүгінге осы сөзді мен бір апта бойы айтайын дедім. Бүгінге осы пазлға жазыл. Жоқ, тұра. Біздің қатысушыларымыз айтсын. 1, 2, 3.